Баршаға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2 дана жұмыртқа, 35 грамм қант, 50 грамм сары май, 50 грамм шоколад, не болмаса жарты пачка шоколад қажет болады. 40 грамм ұн, 1 ас қасығында какао, 1 шай қасығында қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель қажет болады. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды араластырып, микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырып, шетке алып қоямыз. Таза құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Және де үстінен қантымыздың барлығын салып, біркелкі болып, өзінен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей өзінен 2-3 есе ұлғайды. Енді үстінен суыған, еріген шоколадымызды құямыз. Лопатканың көмегімен, не болмаса миксердің көмегімен араластырып жібереміз. Ал енді құрғақ ыдыстарымызды елеуіштен өткіземіз. Яғни олар какао, разрыхитель және де ұн. Міндетті түрде електен өткіземіз. Осылай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай сағат тілімен араластырып шығамыз. Кекстеріміздің формасына толтырмай, жарты етіп құйып шығамыз. Бұл уақытта біздің пешіміз 160 градусқа қызып тұруы қажет. Кез келген кексті осылай толтырмай, жарты етіп құйып шығамыз, өйткені біздің кекстеріміз әлі көтеріледі, ісінеді және де тасып кетуі мүмкін. Сондықтан толтырмай саламыз. Мінекей барлық кекстарымызға құйып шықтық. 160 градуста 10-15 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің жұп-жұмсақ өте дәмді кекстеріміз дайын. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.